Сәлем балалар, 2 сынып қазақ тіл сабағы біздің жобамыз 62 сабақ. Табиғат және біз тақырыбы. Бірінші тапсырма, мәтінді оқы. Айналамызға көз жіберсек, алуан түсті бояуға малынған сұлу көріністі байқаймыз. Ол суреттің ішіне ағаш та, бұта да, шөп те, өзен көл де, тау мен тас та кіреді. Бұлардың бәрі сені қоршаған дүние, немесе табиғат деп аталады. Осы дүниенің ішінде сен де барсың. Қоршаған ортаны танып білу үшін оны бақылаймыз. Адам көп нәрсені табиғаттан үйренді. Өсімдіктер мен жануарлардың тіршілігін бақылап, оларды қалай өсіруге болатынын білді. Егін егіп, өнім алды. Жануарларды бағып, олардан жүн, сүт, ет алу жолдарын меңгерді. Балалар, табиғаттың байлығы мен сұлулығын қорғаңдар. Балалар, енді мәтінге байланысты тапсырмаларды орындайық. Мәтіндегі соңғы сөйлемнің айтылу ырғағы мен тыныс белгісіне назар аудар. Мәтіндегі соңғы сөйлем: балалар, табиғаттың байлығы мен сұлулығын қорғаңдар сөйлемі. Яғни бұл сөйлем көтеріңкі дауыспен айтылып жатыр және ерекше сезіммен айтылып жатыр. Сол үшін сөйлемнің соңына леп белгісі қойылған. Келесі тапсырма: қарамен жазылған сөздерді қатыстырып, лепті сөйлем құрап айт. Қандай үлкен ағаш, бұтаны сындырма. Қандай әдемі шөп, өзен көлді ластама. Қандай биік тау, тасты лақтырма. Екінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Мұғалімнің көмегімен дұрыс жауапты біліп ал. Балалар, ең алдымен берілген 8 сұраққа жауап жазып шығыңдар. Содан соң менің жауабыммен сәйкестендіріп, дұрыстығын тексеріңдер. Бірінші сұрақ: көктемде бірінші болып қандай құс келеді? Қарлығаш. Екінші сұрақ: ағаш бұтағын сындыруға бола ма? Ағаш бұтағын сындыруға болмайды. Үшінші сұрақ: егер құс ұясын көрсең, не істейсің? Тиіспеймін, құстарға қамқор боламын. Төртінші сұрақ: орманда от жағуға бола ма? Себебін түсіндір. Орманда от жағуға болмайды. Өйткені ормандағы ағаштар мен жануарлар өртеніп кетуі мүмкін. Бесінші сұрақ: бөлме өсімдіктеріне күтім жасайсың ба? Жауабы: иә, өйткені олар ауаны тазартып береді. Алтыншы сұрақ: туған өлкеңде қандай өсімдіктер өседі? Жеміс ағаштары, гүлдің көптеген түрлері өседі. Жетінші сұрақ: көшеде қоқыс жатса не істейсің? Жауабы: қоқыс жәшігіне тастаймын. Сегізінші сұрақ: гүлзарда өсіп тұрған гүлді жұласың ба? Жауабы: жұлмаймын. Балалар, енді қанша сұрақтарыңның жауабы дұрыс екенін санап шығыңдар. Егер сендер 4-6 сұраққа дұрыс жауап бере алсаңдар, онда сендер табиғатпен доссыңдар. Ал егер 7-8 сұраққа дұрыс жауап беретін болсаңдар, онда нағыз табиғат жанашыры боласыңдар. Ал егер дұрыс жауабың 4-тен кем болса, онда табиғатпен саған дос болуды үйрену керек. Үшінші тапсырма: табиғат құбылыстары туралы мақал
мәтелдер мен жұмбақтар жинастыр. Табиғат құбылыстар туралы мақал мәтелдер. Жер дауылды шақырады, бұлт жауынды шақырады. Қыстағы қар жерге ырыс, жердегі ылғал елге ырыс. Тау мен тасты су бұзар, ел арасын қу бұзар. Ағаш тамырымен мықты, адам дос жарымен мықты. Су жетпейін демейді, жар жеткізбейді. Ер жетпейін демейді, мал жеткізбейді. Енді табиғат және табиғат құбылыстарына байланысты жұмбақтар және олардың жауаптары. Тырс-тырс тамады, сайға қарай ағады. Жауабы жаңбыр. Келесі жұмбақ. Тоңғақты таниды, беті қалың қариды. Жауабы аяз. Таусылмайтын ақмақта, қысы жазы тау жақта. Жауабы қар. Келесі жұмбақ. Көзге көрінгенмен ұстасақ қолға тимейді. Жұмбақтың жауабы бұ. Келесі жұмбақ. Өзі судан жаралған, бірақ судан қорқады. Жұмбақтың жауабы мұз. Төртінші тапсырма. Табиғатты қорғайық тақырыбында нұсқаулық құрастыр. Ондағы сөйлемдердің байланысын сызба арқылы белгіле. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарыңа көрсетіп бағала. Табиғатты қорғау нұсқаулығы. Бірінші нұсқаулық. Қоршаған ортаны ластамайық. Екінші нұсқаулық. Қоқыс тастамайық. Үшінші нұсқаулық. Жануарларға көмектесейік. Төртінші нұсқаулық. Қоршаған ортаны аялайық. Балалар, енді осы сөйлемдерді сөздердегі байланысты сызба арқылы белгілейтін боламыз. Қоршаған ортаны ластамайық сөйлемінде. Қандай ортаны? Қоршаған ортаны. Нені ластамайық? Ортаны ластамайық. Екінші сөйлем. Қоқыс тастамайық. Не тастамайық? Қоқыс тастамайық. Үшінші сөйлем. Нелерге көмектесейік? Жануарларға көмектесейік. Төртінші сөйлем. Қоршаған ортаны аялайық. Қандай ортаны? Қоршаған ортаны. Нені аялайық? Ортаны аялайық. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және каналға тіркеліңдер.